Шетелдегі қазақ балалары елордаға қыдырып келді. Назарбаев зияткерлік мектептері дербес білім беру ұйымы мен дүниежүзі қазақтары қауымдастығы бірігіп жазғы мектеп ашты. Шетелден келген жеткіншектер 2 апта бойы ана тілін үйреніп Қазақстан тарихын оқиды. Одан бөлек Нұр-Сұлтан қаласының көрнекті жерлерін аралайды. Бүгін олар тұңғыш президент елбасының кітапханасын көрді. Сондай-ақ елбасы туралы фильмді тамашалады. Тақырыпты тілшіміз Ақсауле Байменшина тарқатады. Роби Диваль мен Хасти ескелді Ираннан келіпті. Ғасыр бұрын арғы аталары сол жаққа барып қоныс тепкен. Қазақ елі туралы үлкендерден естіп білгені болмаса, бұрын көрмеген. Мектепте парсы тілінде білім алады, ана тілінде де сөйлейді. Айтуларынша ата әжелері тілді ұмыттырмай, ұрпағына үйретіп кеткен. 100 жыл бұрын жат жерге кетсе де, тілді сақтап қалғандары қуантады. Тарихи отанына келген қыздардың қуанышында шек жоқ. Өзіміз қазақмыз, енді өз жерімізге жүргіміз келеді, осы Қазақстанымызға көмектескіміз келеді. Осы жерде сабақ оқып, іске тұрсақ жақсы болады ғой. Өзіміз де Қазақстанды көргіміз келіп тұрады. Жақсы болды да келдік, көрдік. Енді жерге оқып білсек жақсы болады. Өз қазақтығымызды сақтадық, тойдарымызды қазақша ұстаймыз, киімдеріміз қазақша. Тек затқа кіргенде фарша тілмен сөйлейміз. Бірақ аналарымыз, папаларымыз бізге қазақ тілді үйреткен, және бізге айтқан, әрдайым қазақ болып жүріңіз, қазақсыңыз, қаныңыз қазақ. Және біз өз Қазақстанымызға келгенімізге өте қуаныштымыз. Балалар алдымен Ақтау, Атырау қалаларында аялдап бірнеше күн қыдырған. Алған әсерлерін айтып тауыса алмайды. Ең ұнағаны елорда дейді. 7 елден келген 150 бала тұңғыш президент елбасы кітапханасында Нұрсұлтан Назарбаевқа шетелдік мәртебелі қонақтар тарту еткен кәде сыйларды көрді. Кітапхананың музейлік жинағындағы елбасының наградалар қорын тамашалады. Бейбітшілік және келісім сарайында әр 3 жыл сайын әлем дәстүрлі дін көшбасшыларының съезі өтіп тұрады. 2 апталық жазғы мектепті ашудағы мақсат шетелдердегі қазақ диаспорасының балаларына тарихи отанды көрсету, қазақ халқының салт дәстүрлері мен әдет ғұрыптары туралы айту. Бағдарламада ұлттық аспапта ойнау, қолөнер және халық әні мен биінен шеберлік сағаттары бар. Биыл алғаш мәрте ұйымдастырып отырмыз. Негізі біздің басшылық келесі жылға да жылдан жылға көбірек жастарды тартып, сосын тек қана Нұр-Сұлтан қаласында емес, біз енді 20 мектебіміздің аясында да ұйымдастыруды жоспарлап отыр. Ата-бабаларының кіндік қаны тамған жерге аяғы тиген балалар тарихи отанның ыстық екенін айтады. Көруді армандағандары көп. Иран, Монғолия, Түркменстан, Тәжікстан, Өзбекстан, Қырғызстан мен Ресейден келген жеткіншектер елорданың көрнекті жерлерін аралайды. Жалпы соңғы деректер бойынша әлемнің 40 елінде 5 миллионнан астам қазақ тұрады. Қазір біздің еліміз сол шетелдегі қандастарды мемлекеттік қолдау туралы құжат әзірлеп жатыр. Ақсауле Байменшина, Марат Диханбаев, Хабар 24.